Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жансая. Бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын глютенсіз балды тортын дайындайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар. Видеоны соңына дейін көреміз. Ыдысымызға майымызды саламыз, үстінен балымызды саламыз, жай отқа қоямыз. Балымызбен майымызды ерітіп аламыз, үстінен содамызды құйып, көпіршігенше қозғаймыз, жақсылап араластырамыз. Балымыз ыдысымызға жабысып қалмауы керек. Әйтпесе біздің тестамыздан күйген дәм шығатын болады. Дайын болған массамызды шамалы суытып аламыз. Үстінен творог салып, жақсылап араластырамыз. Массамыздың ыстық кезінде жұмыртқаны бірден салып жіберуге болмайды. Жұмыртқамыз пісіп қалады. Творогпен араластырып болғаннан кейін жұмыртқамызды салып араластырамыз. Құрғақ заттарымызға жүгері ұнын, күріш ұны, разрыхлительді қосып араластырамыз. Ұнымызды 2 бөлікке бөліп саламыз. Тестамыздың қоюлығы қаймақ тәрізді болуы керек. Пергамент қағазды өлшеп аламыз. Мен 22 см бойынша өлшеп алдым. Пергамент қағазға 4 ас қасық тестамызды салып, бір келкі болғанша жаямыз. Қызып тұрған пешімізде 6-7 минутқа пісіріп аламыз. Біздің коржигіміз дайын болды. Шет-шетін тегіс қылып кесіп шығамын. Менде 6 корж шықты. Шыққан 6 корждың біреуін блендермен майдалап алдым. Бетіне, жанына сепкенге керек болады. Тортқа арналған кальцияға коржигімізді саламыз. Қайнатпалы крем пайдаландым. Бір келкі етіп жағып шығамыз. Осылай 5 коржымызды жасаймыз. Кез келген крем қолдансаңыздар болады.
Дайын болған тортымызды холодильникте 2 сағатқа сақтаймыз. Тортымызды кескен кезде өте жұмсақ болып кесілді, қатты болған жоқ. Қараңыздаршы, өте жұмсақ, ауызда ериді. Ешкім ойламайды, бұл балды тортқа бидай ұны қосылмаған деп. Сіздер де жасап көріңіздер. Қалай болып шыққанын комментарийге қалдыра кетіңіздер. Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жансая. Бүгін глютенсіз нан пісіретін боламыз. Көтерілген, арасы жұмсақ, толық піскен. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға су құйып, үстіне бір ас қасық псилиумды салып, 10 минутқа қойып қоямыз. Құрғақ заттарымызға жасыл гречка ұны, зығыр ұны, тұз, разрыхлитель, содамызды салып араластырамыз.
пісилюмнің үстіне майымызды құйып араластырамыз. Құрғақ заттарымызды салап араластырамыз және қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды пергаменттің үстіне салып, өзімізге керекті багет формасын жасаймыз. Қолымызды сулап аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 50 минутқа салып аламыз. Нанның ішіне өздеріңіздің қалаған дәндеріңізді салсаңыздар болады. Нанымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай нанымыздың ортасы құрғақ және кәдімгі бидай ұнынан жасалған наннан айырмашылығы жоқ. Сіздер де жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығатын рецепт. Барлығыңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Жансая. Бүгін өте оңай жасалатын жұмсақ глютенсіз печенье дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға жұмыртқамыз бен қант алмастырғышты салып, көтеріліп ақ көпіршік болғанша миксерлейміз. Алдын ала дайындап алған суымыз бен сары майымызды біріктіріп араластырамыз. Ал жұмыртқамыздың үстіне салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді біріктіреміз. Күріш ұнына, тұз және жүгері ұнын салып араластырамыз. Массамызға құрғақ ингредиентті екіге бөліп салып, жақсылап біркелкі болғанша венчиктің көмегімен араластырамыз. Бір шай қасық содамызға 10 грамм алма уксусын құямыз. Көпіршіп реакцияға түскеннен кейін қамырымызға саламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін қамырымыз бір үлкейгендей объем береді. Енді кондитер қапшығымызға дайын болған массамызды салып, өздеріңіз қалағандай формада печенье жасасаңыздар болады.
180 градуста қызып тұрған пешімізге 20 минут салып аламыз. Мен печененің көлемін кішкентай қылдым. Осындай көлемде менде 30 печене шықты. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге глютенсіз нан пісіруді көрсететін боламын. Алдымен каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ыдысымызға айранды құямыз. Бір шай қасық содан саламыз. Жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Және жарты шай қасық тұзымызды қосамыз. Дайындап алған күріш мен жүгері ұнымызды екіге бөліп саламыз. Бір келкі масса болғанша араластырамыз. Ыдысымыздың ішінгі қимайымен майлап аламыз және дайын болған массамызды үстіне құямыз. Алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Және нанымызды 40 минут пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, нанымыз көтеріліп, әдемі болып піскен. Енді үстіне өздеріңіздің қалауыңызша дәндер сепсеңіздер болады. Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жансая. 5 минутта дайын болатын пицца рецептімен бөлісетін боламын. Ыдысымызға 2 ас қасық сметанды салып, үстіне 2 жұмыртқаны қосып, және жарты шай қасық тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Массамыздың үстіне 4 ас қасық күріш ұнын қосып араластырамыз. Достар, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Табамызды қыздырып аламыз və үстіне күркін майымен майлаймыз. Дайын болған массамызды қызып тұрған табамызға құйып, қақпағын жауып, жаяу отта 5 минутқа қалдырамыз. Üstüne ketчупты жағып шығамыз. Помидормен сәндеп, бетіне сыр сеуіп, қақпағын жауып, тағы да 5 минутқа қоямыз. Өте дәмді пиццамыз дайын болды. Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жансая.
Бүгін ұн қосылмайтын өте жұмсақ әрі дәмді булочка дайындайтын боламыз. Каналыма лайк басып, тіркеліп кетіңіздер және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Шыққан видеом сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен чечевицамызды бір түн суға салып қоямыз. Оны әбден жуып аламыз. Үстіне 2 жұмыртқаны салып, жақсылап блендерлейміз. Үстіне теркадан өткізген асқабағымызды саламыз. Псилиумды 2 бөліп саламыз. Біздің массамыз сулы деп қорықпаңыздар. Псилиум суды өзіне тартып ісінетін болады. Бір шай қасық содамызды салып араластырамыз. Массамызды екінші рет блендерлеп алатын боламыз. Үстінен майымызды құямыз және араластырамыз. Алма уксусын қосып тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Дайын болған массамызды қолымызды сулап, өзімізге керекті көлемді булочка жасайтын боламыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пешімізге 30 минут салып алатын боламыз. Үстінен басқан кезде формасы қайтадан өзіне келіп жатыр. Біздің булочкамыз толық пісті деген сөз. Өте жұмсақ. Ортасын кескендегі ішін қараңыздар, өте кәдімгі ұннан жасалған булочкадан еш айырмашылық жоқ. Әрі пайдалы, әрі дәмді. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығады. Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жансая. Бүгін сіздерге папа брауни тортын пісіретін боламын. Арасы жұмсақ, толық піскен әрі тәтті. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Сақыр заменителді салып, жақсылап араластырамыз. Массамыздың үстіне айранды құямыз. Сары майымызды құямыз. Құрмамызды алдын ала 15 минут үстіне ыстық су құйып қоямыз. Құрманың ішіндегі дәнектерін алып тастайсыздар.
Блендермен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Ұнымыздың үстіне разрыхлитель какаоны салып араластырамыз. Сұйық массамызға електен өткізіп саламыз ұнымызды. Жаймен қасықпен араластырамыз. Біркелкі масса болғанша түйіршіктері қалмауы керек. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Дайын болған массамызды алдын ала дайындап алған формамызға саламыз. Астына міндетті түрде пергамент қағазын төсеңіздер. Пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. 30-35 минутқа пирогымызды салып аламыз. Пирогымыз пісіп шықты. Өте әдемі болып піскен, көтерілген. Пирогтың ортасы толық піскен. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жансая. Бүгін сіздерге глютенсіз бауырсақ пісіретін боламын. Алдымен ыдысымызға 37-38 градустағы жылы суды құйып, үстінен псилиум салып, жақсылап араластырып, 20 минутқа қойып қоямыз. Ыдысымызға қайнаған ыстық суды құямыз, үстінен сода, тұз, разрыхлительді салып араластырамыз. Сұйық майымызды қосамыз, менде зәйтүн майы, қалаған май қоссаңыздар болады. Енді үстінен күрішін салып, жақсылап араластырамыз. Бауырсақтарыңыз тәтті болсын десеңіздер, қант алмастырғыш қоссаңыздар болады. Мен қосқан жоқпын. Осы қамырымыздың үстінен дайын болған псилиумды салып, бір келкі етіп араластырамыз. Іртік-іртік болып қалмауы керек. Қамырымыз қолымызға жабысып тұр. Енді оны столдың үстіне қойып, үстіне ұнымызды сеуіп, қолға жабыспайтындай етіп, илеп аламыз. Каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтемін. Дайын болған қамырымызды бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Бұл қамырды 3 бөлікке бөлемін. Қамырды жаятын кезде қатты чұқа қылып жаюдың қажеті жоқ. Орташа көлемді қалыңдықта жая беріңіздер.
Мен қамырымды шамалы қағып жайып жібердім. Сіздер осы жайылған қамырдан кішкене қалыңдау қылып жайсаңыздар болады. Дайын болған бауырсағымызды қызып тұрған майымызда екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Мендегі май жылқының жүрегінің майы. Сіздер кез келген майды қолдансаңыздар болады. Бауырсағымыз дайын болды. Бидай ұнынан жасалған бауырсақ сияқты көтеріліп піспейді. Ортасы толық піскен. Сіздер де жасап көріңіздер. Осы бауырсақты жасап, комментарийде бөлісе кетіңіздер қалай шыққанын. Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жансая. Бүгін сіздерге глютенсіз манты кеспенің қамырын жасайтын боламыз. Өте жұмсақ шықты. Енді кәдімгі мантының қамырынан қарағанда шамалы қалыңдау болады. Ал глютенсіз кеспеміздің еш айырмашылығы жоқ. Өте дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Ұнымыздың үстіне бір шай қасық тұзымызды салып, ортасын шұңғылдау қыламыз. Екі жұмыртқамызды салып араластырамыз. Үстіне қайнаған жылы суымызды құямыз. Қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды целлофанға салып 20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Мен 4 бөлікке бөліп алдым. Жартысына манты жасаймын, жартысына кеспенің қамырын жасап қоямын. Қамырды жаяр кезде абайлап жаясыздар. Бұл бидай ұнынан жасалған қамыр сияқты емес. Тез жыртылып кету қаупі бар. Қамырымызға мен күріш ұнын септім. Күріш ұнын немесе жүгері крахмалында сеуіп жая берсеңіз болады. Менде жүгері крахмалы болмады, сондықтан күріш ұнын сеуіп жайдым. Қамырымыз қалыңдау болса, шамалы шығартып жайып жіберуіңізге болады. Бірақ бұл қамырмен қолданған кезде абайлап қолданасыздар.
Мантымызды кәдімгі мантываркаға салып 45 минутқа пісіреміз. Бетіне май жағамыз. Кеспенің қамырын жайып, ортасынан екіге бөліп кесіп алдым. Онды жақсылап себесіздер және орайсыздар қамырды. Кеспенің қамыры ұқсатып кесеміз. Чықалау қып кессеңіздер жақсы. Өте әдемі болып шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер. Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жансая. Бүгін сіздермен хлебные палочки, нан таяқшаларын жасайтын боламыз. Балаларға бергенге өте дәмді, әрі балалар бірден жеп қояды. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алғашқы шыққан видеом сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен ыдысымызға піскен асқабақты саламыз. Үстіне сұйық майымызды құямыз. Кез келген майды қоссаңыздар болады. Мен сары май қостым. Ыдысымыздың үстіне 1 шай қасық тұз, жасыл гречка ұнын және су қосып жақсылап араластырамыз. Енді сіздер өздеріңіздің ұндарыңызға қарай көресіздер. Мен 200 грамм ұн қостым. Не 200 граммнан асып кетуі де мүмкін, немесе 200 граммнан кем болуы да мүмкін. Қамырларыңыз қолыңызға жабыспауы керек. Дайын болған қамырымыздың үстінен соданың үстіне алмақ сусын қосып реакцияға түсіреміз. Және де қамырымызды жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды өзімізге керекті таяқшалар жасаймыз. Ұзындығын өздеріңіз қалағанша ұзын немесе қысқа қылып істесеңіздер болады. «180 градуста қызып тұрған пешімізде 30 минутқа салып алатын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай ортасы толық піскен, әрі жұмсақ, бөлгенде демде бөлінді.
Сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын рецепт. Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жансая. Бүгін сіздерге глютенсіз вупипай тортын жасайтын боламын. Ыдысымызға 4 жұмыртқаны саламыз және көпіргенше миксерлейміз. Сахарзаменительді мен өзімнің қасығымен 5 қасық қостым. Май мен шоколадымызды су банясында ертіп аламыз. Дайын болған шоколадымызды жұмыртқалы массамызға салып жай-жаймен миксерлейміз. Күрішіні какао разрыхлительді біріктіріп алдым және де массамызға жай-жаймен салып венчиктің көмегімен араластырамыз. Дайын болған тестамызды алдын ала сызып дайындалып алынған фольгамызға 2,5 қасық саламыз. Тегістеп 160 градуста 7-8 минутқа пісіріп аламыз. Енді өздеріңіздің пештеріңізге қарай көресіздер. Менің 180 градуста қатты қызып кететін болғандықтан 160 градусқа қойып пісіріп алдым. Менде 4 көріш шықты. 500 мл сливкімізді құйып, үстіне 4 қасық сахарзаменитель салдым. Жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп отырып, жай-жаймен творожный сыр қосамыз. Менде крем чиз. Менің кремім маскарпоне болмағаннан кейін өзінің формасын қатты ұстаған жоқ. Сондықтан маскарпоне болса, маскарпоне қосып, нағыз вупипай тортының кремін жасасаңыздар болады. Менде үйде не бар, сомен крем жасадым. Вупипайдың корждарына мен пропитка жасамадым. Сіздер жасасаңыздар болады. Пропитка жасамадым, шамалы құрғақтау болып шықты. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Дайын болған тортымыздың үстіне 50 грамм шоколад, 30 грамм сливкиді ерітіп алдым. Менің шоколадым аз болып қалды, өзім аз болғанын қаладым. Сіздер 100 грамм шоколад қолдансаңыздар болады. Сәндеуін өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай жасайсыздар. Тортымыз дайын болды. Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жансая. Бүгін асқабақ қосылған пирог пісіретін боламыз. Бізге керек заттар: жасыл қара қымығымы, жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлек
бөліп аламыз. Сахар заменитель мегафит барат, сода, асқабақ керек болады. Ыдысымызға асқабақ, теркадан өткізген асқабақты саламыз. Үстінен жұмыртқамыздың сарысын салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамыздың ағын бөлек ыдыста көпіріп, өзінің формасын ұстағанша миксерлеп аламыз. Жарты шай қасық тұзымызды қосамыз. Жұмыртқамыздың ағын жай-жайдан салып, астынан үстіне қарай қозғап, араластырамыз. Бірден араластыруға болмайды. Біздің жұмыртқамыздың ағы өзінің көлемін жоғалтатын болады. Сахар заменителді мен өзімнің қасығымен 5 қостым. Енді өздеріңіздің қантты ұнататындарыңызға қарай қоссаңыздар болады. 2, 3, 1. 5 қасық шамалы көптеу болады екен. Сондықтан 4, 3 қоссаңыздар да жеткілікті болады. Ендігі кезекте ұнымызды 3-4 бөліп салып, жақсылап жайменен араластырамыз. Алма күсусын қосасыздар ең соңынан 1 шай қасық. Алдын ала қыздырылған 160 градустағы пешімізге 40 минуттай салып аламыз. Енді өздеріңіздің пештеріңізге қарай көресіздер. Өте дәмді болып шыққан, мен шыдамай ыстықенше кестім. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер.
және тіркелуді ұмытпаңыздар. Асқабақ жемейтін балдарыңыз болса, осы пирогты пісіріп берсеңіздер болады. Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жансая. Бүгін ұн қосылмаған глютенсіз пирожки жасаймыз. Пирожкидің тестасынан самса жасап көремін. Қалай болып шыққанын сіздермен видеоның соңында бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен ыдысымызға псилиумды салып, үстіне жылы су құйып, жақсылап араластырып, 5 минутқа қойып қоямыз. Бөлек ыдысқа бір жұмыртқамызды, үстінен айранымызды салып араластырамыз. Менікі үйдегі қолдың айраны. Сіздер кез келген айранды қоссаңыздар болады. Үстінен сары майымызды қосамыз. Сіздер кез келген май қоссаңыздар болады. Және де ісінген псилиумды салып, жақсылап араластырамыз. Массамыз біркелкі болуы керек, іртік-іртік болып қалмауы керек. Күріш ұнымыздың шамалы бөлігін салып, үстінен разрыхлитель, ксантеновый комет, сода және тұзымызды саламыз. Қалған ұнымыздың барлығын салып, қамыр илейтін боламыз. Мен қамырды 30 минутқа қойып қойдым. 30 минутқа қоймай, бірден пирожки жасай беруге болады. Дайын болған қамырымды 2 бөлікке бөліп алдым. Бірінші бөлігінен пирожки жасаймын, екінші бөлігінен самса жасаймын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамыр әдемі жайылады және де өткен кезде бір-бірімен жақсы жабысады. Мен пирожкидің салмасына капуста мен пиязды қуырып алдым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Шыққан видеом сіздерге бірінші болып көрінеді. Қамырдың екінші бөлігімен самса жасаймын.
Қызып тұрған пеште самсаны 180 градуста 30 минут пісіреміз. Самсаның бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Қыздырылған майда пирожкиміздің екі жағын қызартып пісіреміз. Пирожкимізді бөлген кезде жұмсақ бөлінеді. Қамыры піскен, өте дәмді. Самсаны пісіріп көрдім, бірақ самсамыз песочный тесто сияқты күтірлеп тұрған жоқ. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Қандай болғанын комментарийге жаза кетіңіздер. Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жансая. Бүгін сіздерге қытырлақ өте дәмді болып шығатын крекер рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ыдысымызға суымызды құямыз, үстіне күнжітті салып араластырамыз. Үстінен майымызды қосамыз. Мен гхи майын қостым, сіздер кез келген майды қоссаңыздар болады. Үккіштен өткізілген шикі асқабақты қосамыз, араластырамыз. Жарты шай қасық тұз саламыз. Массамыздың үстіне күріш ұнының жартысын саламыз. Жарты шай қасық сода, жарты шай қасық камет және қалған жарты ұнымызды салып, массамызды біркелкі болғанша толық жақсылап араластырамыз. Қамырымыз қолымызға жабысып тұрады. Оны столдың үстіне қойып, үстінен ұнымызды салып, тағы да илейміз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Дайын болған қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Пергамент қағазының үстіне чұқа қылып, төрт бұрышты қып, жақсылап жайып аламыз оқтаудың көмегімен. Әсел пештің табасы кішкентай болса, сіздер қамырды 3 бөлікке бөліп, чұқа қып жайсаңыздар болады. Артық жерлерін пышақпен кесіп тастаймыз. Пергаменттің үстіне өзіңізге керекті формада кесіп дайындап аласыздар.
Қамырымызды вилкамен үстін басып шығамыз. Дайын болған крекерді қызып тұрған пешімізде 180 градуста 10-15 минутқа пісіріп аласыздар. Піскен піспегенін пешіңізді ашып көруіңізге болады. Біздің крекеріміз дайын болды. Бөлген кезде тез бөлінеді және күтірлік болып шықты. Өте дәмді, пайдасы зор. Сіздер де жасап көріңіздер. Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге глютенсіз, бидай ұны қосылмаған хворст рецептісімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, тәтті болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ыдысымызға су құямыз. Үстінен псилиумды салып, жақсылап араластырып, 10 минутқа қойып қоямыз. Кесемізге жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, ыдысымызға жартысын саламыз. Үстінен 3 ас қасық сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Үстінен 1 ас қасық айран немесе сметан қоссаңыздар болады. Мен қолдың айранын қостым. Зәйтүн майын 1 ас қасық құямыз. Массамыздың үстіне 2 грамм қант алмастырғышты қосып араластырамыз. Он минутқа қойып қойған псилиумымызды салып, іртік болмай, бір тегіс болғанша араластырып аламыз. Дайын болған массамыздың үстінен ұнымызды салып, бірінші венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан кейін қолмен араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қамыр қолымызға жабыспауы керек. Сіздер енді мен 100 грамм ұн деп жазамын. Сіздерді ұндарыңыз жабысып жатса, шамалы ұн қосуларыңыз мүмкін. Қамырды 10 минутқа бетін жауып қойсаңыздар болады, немесе бірден жайып жіберіп жасай берсеңіздер болады. Хворсттың қамырын чұқа қылып жайған жақсы. Менің қамырым сәл қалыңдау болып қалды. Піскен кезде қытырлақ хворст болмай қалды. Сондықтан сіздер чұқа қылып жая беріңіздер. Хворсттарыңыз күтірлік болуы үшін. Дайын болған қамырымызды, қызып тұрған майымызды екі жағын ауыстырып, қызарғанша пісіріп аламыз.
хворостымыз дайын болды. Өте тәтті. Шамалы қалың қып жайғаннан қытырлақ болмай қалды. Бірақ сіздер чұқа қып жайсаңыздар, бұдан да қытырлақ болып, әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жансая. Бүгін глютенсіз рулет пісіреміз. Өте дәмді әрі жұмсақ. Ең бастысы ағзаға зиянсыз. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға 4 жұмыртқамызды саламыз, үстіне шым-шым тұз салып, және сахар замеделімізді салып, жақсылап көтерілгенше миксерлеп аламыз. Күріш ұнымыздың үстіне жүгері ұнын, разрыхлитель, какаоны салып, жақсылап араластырамыз. Менде какао қатты қарайтып жіберетін болғаннан кейін 2,5 ас қасық қостым. Негізінде 40 грамм какао қосу керек. Жұмыртқалы массамыздың үстіне ұнымызды 3 бөлікке бөліп саламыз. Астынан үстінен қарай бір қалыпты жай араластырамыз. Тез-тез қатты араластыруға болмайды. Дайын болған массамызды пергамент қағаздың үстіне құйып, бір тегіс қылып жайып аламыз. Қызып тұрған пеште 10-15 минутқа салып аласыз. Сливкидің үстіне сахар заменитель салып, өзінің формасын ұстағанша миксерлейміз. Рулетімізді пештен шыққан сәтте ыстық күйінде 10 минутқа орап қойып қоямыз. Рулеттің ішіне кез келген крем жақсаңыздар болады. Дайын болған рулетімізді холодильникке 30 минутқа қойып қоямыз. Өте әдемі жұмсақ рулет шықты. Магазиннің рулетінен де тәтті. Сіздер де жасап көріңіздер.